Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді, қазіргі таңда хит болып жатқан тирамису тортын дайындаймыз. Қажетті заттарды описанияға қалдырып кетемін. Ең алдымен сливкиімізге құмшекерімізді қосып, 2 минуттай араластырамыз. Екі минуттай араластырып болғаннан соң үстіне творожный сырымызды салып, барлығын жақсылап бір келкін болғанынша, өз формасын ұстап тұрғанынша миксерменен жақсылап тұрып араластырамыз. Өз формасын сақтап тұрғанынша араластыруға 3-4 минуттай уақыт кетеді. Бізде креміміз дайын, осындай формасын ұстап тұратындай болды. Енді оны кондитерский мешогымызға кремімізді салып аламыз. Менде насадкасы, Упипайдың насадкасы номері 807. Енді келесі біз формамызды орналастырамыз. Бізде осындай савоярди печеньесі. Енді келесі кезекте формамыздың жан-жағына кремімізді бір слой етіп жағып шығамыз. Печеньелеріміз біздің өз формасын сақтап, құлап кетпеу үшін жағамыз. Енді печеньелерімізді жан-жағына осылай орналастырып шығамыз. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ала кофемізді дайындап, суытып қоямыз. Барлық печеньелерімізді осылай айналдыра орналастырып алдық. Келесі кезекте печеньелерімізді кофемізге бір бетін батырып аламыз. Батырылмаған бетімен формамызға орналастырып барлығын қойып шығамыз. Бұрыш жақтарына сыймай қалса, печеньелерімізді кесіп қоюға болады. Бізде бірінші слойымызды орналастырып болдық. Енді кремімізді бір слой етіп жағып шығып, барлығын тегістеп шығамыз. Барлық печеньелерімізді осылай орналастырып шығамыз. Орналастырып болғаннан соң үстінен кремімізді жағып, тағы да келесі слой печеньелерімізді орналастырып, үстінен кремімізді жағамыз. Бетін әсемдеу үшін осылай какао сепсек, өте әдемі болып көрінеді. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Біздің тортымыз дайын. Енді сыртындағы формасын шешіп, лентамен өте әдемі етіп байлап қойсаңыздар, әдемі болып көрінеді. Біздің тортымыз осымен дайын, өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.